Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал жиналыңыздар жамағат. Бүгін ислам тарихындағы әділетті 4 халифаның үшіншісі болған Осман ибн Аффан, Алла оған разы болсын, өмір тарихын айтамыз. Хижреттен 47 жыл бұрын Таифта дүниеге келген. Ол пайғамбарымыздан, Алланың оған игілігі сәлем болсын, 6 жас кіші болған. Әкесі Аффан саудамен айналысатын бай кісі болғанда, ол сауда мақсатымен Сирияға жасаған сапарының бірінде қайтыс болады әкесі. Сөйтіп мирас ретінде көп табыс тауып, қолындағы мүмкіндіктерді пайдаланып, халқына үнемі жақсылық жасап келеді. Оның мінезі табиғатынан өте жұмсақ, көркем мінезі болған. Турашылдықты жақсы көретін да. Әбу Бәкір радиаллаху анху мұсылман болғаннан кейін хақ дінді, осы исламды өзінің жақын достарына уағыздай бастайды ғой, иә? Солардың бірі осы Осман, Алла оған разы болсын. Әбу Бәкір радиаллаху анху оған ислам жайлы айтқан кезде зейін қойып тыңдап, бірден екеуі пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алдына барады ғой. Сонда пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі сәлем болсын: "Ей Осман, Алланың рақымдылығы болған жәннатқа ұмтыл. Мен саған және бүкіл адамдарды тура жолға бастаушы ретінде жіберіліп отырмын. Алладан басқа ешбір тәңір жоқ" деп Құран оқиды алдында. Сонда Құранның сөздері баурап алады жүрегін. Бірден тілін калимаға келтіріп мұсылман болады ғой. Алла оған разы болсын. Ол қанша жасында мұсылман болды білесіздер ма? 1, 2, 3. Таптыңыз ба? 34 жасында. Сол мұсылман болғаннан кейін немере ағасы Хакам ибн Абдул Ас деген естиді ғой. Осман мұсылмандықты қабылдапты, ана Мұхаммедтің артынан еріп жүр дегенде естігенде жынданып кете жаздайды да. Оны бір діңгекке байлап, аталарының дініне қайта оралмайынша саған тамақ жоқ дейді. Мейлі, жемей қойдың тамағыңды. Аллаға ант етемін дейді. Бұл діннен бет бұрып, мен аталарының дініне қайтпаймын, ажалдан да қаймықпаймын дейді. Арада уақыт өтеді ғой. Бұған көздері жеткен туыстары ортаға түсіп, оны құтқарып қалады. "Ей, қоя бер, жібере сал. Қайтпайды бұл" деп ше. Мінезіндегі табиғатынан ең негізгі ерекшелігі биязылығы мен ұяңдығы. Айша анамыз, Алла оған разы болсын, риуаят еткен бір хадисінде былай дейді: "Бір күні пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі сәлем болсын, жамылып демалып жатқан кезде Әбу Бәкір радиаллаху анху келіп, үйге кіруге рұқсат сұрады" дейді. Өзінің күйін өзгертпестен оған кіруге рұқсат берді дейді. Ол сұрайтын нәрселерді сұрап болғаннан кейін шығып кетті. Одан кейін Омар радиаллаху анху келді дейді. Пайғамбарымыз жағдайын еш өзгерткен жоқ дейді. Содан кейін Осман ибн Аффан келген ғой. Сонда пайғамбарымыз дейді, Алланың оған игілігі сәлем болсын, бірден орнынан тұрып үсті басын түзеді дейді. Мұны байқаған Айша анамыз айтады ғой: "Я Алланың елшісі, Әбу Бәкір радиаллаху анху және Омар радиаллаху анху келген кезде жағдайыңызды еш өзгертпедіңіз. Ал Осман келген кезде бірден орныңыздан атып тұрдыңыз. Бұның себебі не?" дейді ғой. Осман өте ұялшақ. Періштелердің ұялып қысылған адамнан мен қалайша қысылмайын деген екен. Әбу Муса әл-Ашғари былай дейді: "Бір күні пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйіне келген кезде маған: есіктің аузында тұршы дейді. Рұқсатсыз ешкімді үйге кіргізбей жарай ма деген кезде, біраздан соң Әбу Бәкір радиаллаху анху келді дейді. Я Алланың елшісі, Әбу Бәкір келіп тұр дейді ғой. Оны үйге кіргіз және жәннатпен сүйіншіле деді дейді. Одан кейін Омар радиаллаху анху келді. Оған да солай деуімді бұйырды дейді. Одан кейін Осман радиаллаху анху келді дейді. Оны ішке кіргізде, басына келетін қиындықтарға байланысты оны да жәннатпен сүйіншіле деген екен. Бір жылдары шайқас басталды. Бәдір шайқасы. Сол кезде осы Хазіреті Осман радиаллаху анху жұбайы Руқияның науқасына байланысты бұл соғысқа қатыса алмады. Пайғамбарымыздан, Алланың оған игілігі сәлем болсын, соғысқа қатыспауына рұқсат алғанымен жанын жегідей жейді. Сөйтіп Руқия, Алла оған разы болсын, науқасынан айыға алмай сол уақытта қайтыс болады. Пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі сәлем болсын, Бәдірден оралған соң Османға қарап: "Сен Бәдірде қатыспасаң да бір шейіттің сауабын алдың" деп тағы бір сүйінші хабармен жеткізіп қойды. Уақыт өте келе пайғамбарымыз, Алланың оған игілігі сәлем болсын, екінші қызы Үммі Гүлсім бар ғой, осы Османмен некелестіреді екеуін. Алла оларға разы болсын. Осыдан кейін Хазірет Османға қос нұрдың иесі деген есім береді. Ол Бәдір соғысына қатыса алмаса да, кейінгі соғыстардың бәріне, Хайбар, Меккенің алынуы, Хауазин, бастан аяқ қатысты осы соғыстарға. Дуал тәрізді өз денесін тосып, пайғамбарымызды, Алланың оған игілігі сәлем болсын, қызғыштай қорғаған адам. Табук соғысы ислам тарихындағы ең маңызды оқиғалардың бірі. Хазірет Осман осы соғыста жәрдем ретінде Сирияға жіберу үшін дайындаған 300 түйені жүгімен қоса береді ғой. Әрі 1000 динар ақша, 50 ат бағыштаған еді осы соғысқа. Өте жомарт сахаба болған. Байлығына шүкір ету үшін
мұқтаж адамдарға үнемі сый таратып отыратын. Бірде пайғамбарымыздың, Алланың оған иілме сәлем болсын, үйінде қоректенетін азықтың қалмағанын естіп, сол арада бір семіз қоймен біраз ұн және май алып Айша анамызға айтады: Расулуллах мұны басқа әйелдеріне де бөліп жүрмесін дейді. Өйткені мен оларға да осындай мөлшерде азық жіберемін деп айтып кеткен екен. Қандай бай күшті күйеу бала, иә? Сонда пайғамбарымыз, Алланың оған иілме сәлем болсын, Османның мәрттігін естіген кезде: Я Раббым, Османның өткен және келешек, жария, жасырын күнәләрін кешіре көрші, әмин деп дұға етеді ғой. Бітті ғой, жәннатпен сүйіншіленіп қойды. Бүкіл күнәлары кешірілді. Хазіреті Әли Фатима анамызға үйленер кезде жаңағы ақша таба алмай қалады ғой. Сонда жаңа не сатады? Қалқан, соны сатуға базарға алып шығады. Сонда базарда Османды кездестіреді ғой. Алла оған разы болсын. Оған үйленетінін айтқан кезде той шығындарын көтеру үшін қалқанын сататынын айтады. Сонда Осман радиаллаху анху 480 дирхам төлеп жаңа қалқанын сатып алады да: Ей Әли, Алла жолында қызмет етуің үшін бұл қалқанды саған тойыңа тарту етемін дейді. Бұл қалқан сен сияқты ислам қаһарманына ғана лайық деген екен. Алла оларға разы болсын. Ол мал мүлкін Алла жолында жұмсаудан еш тартынбайтын болған. Бірде мұсылмандар ауыз су таппай қиналған кезде, сонда бір құдық бар, Рума деп аталатын. Одан басқа ішер су таба алмайды. Сол құдық бір яхудидікі болады да. Бұл мұсылмандарға өте қымбат бағамен сатады. Бұл жағдай пайғамбарымызға, Алланың оған иілме сәлем болсын, жанына қатты батады да. Сахабалармен бірге отырған бір сәтте Рума құдығын кім сатып алса, жәннатта да оның осыған ұқсас құдығы болатынын айтады. Мұны естіген Осман, Алла оған разы болсын, бірден сол яхудиді тауып алып, құдықты сатып алғысы келетінін айтады ғой. Құдықты қымбат бағаға берем деп айтады. Оның өзін толық құдықты сатпаймын дейді, жартысын ғана сатам. Сол құдықты Осман радиаллаху анху сатып алады, жартысын. Пайғамбарымызға келіп, Алланың оған иілме сәлем болсын, құдықтың жартысын сатып алдым, я Расулалла деген кезде, Османның бұл әрекетін мақтан тұтып, оған ыстық ілтипатын білдіреді. Уақыт өте келе бұл құдықтың қалған жартысын да сатып алады, толықтай сатып алып, оны садақа етіп жібереді ғой. Ол істеген жақсылықтарын еш міндетсінбейтін, менсінбейтін, жасайды, ұмытып кетеді, болды. Күндіз ораза ұстап, түндерін Аллаға құлшылық етумен өткізетін. Міне осылай жәннатпен сүйіншіленіп қойған сахаба. Лайық па? Лайық. Пайғамбарымыз, Алланың оған иілме сәлем болсын, әркімнің жәннатта бір досы бар дейді. Менің жәннаттағы досым Осман деген екен хадисінде. Алла оған разы болсын.